Бәріңе сәлем достар, құрметті каналымның подписчиктері және де құрметті көрермендер. Жаңадан жазылушылар болса барлықтарыңызды каналымда көргеніме өте қуаныштымын. Қош келдіңіздер. Және де бүгінгі біздің видеода біз әдеттегідей өзіміздің актуальный біздің темамыз интернетте қалай ақша табуға болады. Бұл туралы өте көптеген видеолар шықты алдында, әне де болашақта, келешекте енді алла қаласа шығып отыратын болады. Және кезекті бомба жаңалыққа берейін. Достар, құрметті менің каналымның подписчиктері, осы каналымның көрермендері, сіздер үшін менің өте керемет жаңалығым бар. Достар, мен өзімнің жеке конкурсымды ашайын деп жатырмын, өткізейін деп жатырмын. Сіздер жалғыз естімеңіздер достар, мен шынымен де өзімнің конкурсымды өткізетін боламын. Сіздерге деген пайдасы зор болады деген сенімдемін. Және де кішкене ғана спойлер достар, бұл конкурста мен ақшалы сыйлықтар ойналатын боламын. Сондықтан сіздердің ақша алуларыңызға, яғни ақша жеңіп алуыңызға мүмкіндіктеріңіз өте жоғары. Себебі достар, бұл менің каналымда білесіздер, өздеріңіз өте подписчиктер өте аз болғандықтан сіздердің жеңулеріңізге деген мүмкіндікте өте жоғары болады. Достар, енді бұл жайлы, бұл конкурс жайлы толық ақпарат алғыңыз келсе, осы видеоны соңына дейін көріңіздер. Себебі соңында толық ақпарат берілетін болады. Достар, бұндай мүмкіндік деген күнде берілмейді, сондықтан да пайдаланып қалуларыңызға өтінемін. Ал енді біз өзіміздің күнделікті видеомызға көшейік. Сонымен достар, біздің бүгінгі өтетін сабағымыз әрине сайтымыз талдайтын. Ол ВК серфинг деп аталады. Достар, көбісі білулеріңіз мүмкін. Әрине көп жерде ол таралған сайт, танымал сайт десек болады. Себебі қараңыздар, ал егер білмесеңіздер, мен сіздерге барын көрсетіп жіберейін, таныстырып дегенде ғой. ВК серфинг дегеніміз бұл жерде қалай ақша табамыз, не жайлы болады, барлығы айтатын боламын достар. Сондықтан да экраннан алыстап кетпеңіздер. Бұл жерде қараңыздар достар, 2,5 миллиондай уже адам бар, яғни көріңіздер ғой, өте былай тамыған, былай танымал сайттардың бірі да. Өйткені көріңіздер ме, 2,5 миллион деген адам, ол енді аз адам емес, әрине. Статистикасы өте алдарыңызда көріп тұрғандай өте бешеный дейді ғой. Және де 21 миллион рубль уже ақша төленген. Сонымен достар, бұл сайттың сенімділігіне ешқандай да под сомнение қоймаңыздар, ешқандай себеп жоқ та. Сонымен достар, енді біз қалай тіркелеміз, барлығын өтейік. Начать дегенді басамыз, әрине. Зарегистрироваться дегенді басамыз. Регистрация жасауымыз керек қой, әрине. Осы жерге достар өте оңай. Яғни өзіңіздің емайлыңызды жасасыз, және де өзіңіздің бір пароліңізді ойлап табасыз да, зарегистрироваться басасыз, және регистрация жасайсыз, яғни. Сонымен достар, мен өзімнің логинмен өтейін, әрине өзім тіркелгендіктен. Сонымен достар, мен бұл сайтқа өзімнің логинім арқылы кірдім, логин паролім арқылы. Сіздер де солай өздеріңіздің емайлдан жазып, өзіңіздің пароліңізді ойлап табасыз, және кіресіз осыған. Капчадан өтуіңіз мүмкін. Енді ол жақтарын өздеріңіз білет деп ойлаймын. Сіздерді тіркелу жағынан қиналмайтынсыздар деп ойлаймын. Енді мен сіздерге қалай ақша табу керек, не істеу керек, соның бәрін үйретіп жіберейін. Көбісі қиналып қалуы мүмкін ол жайлы, бұл турасынан. Сонымен достар, бұл жерде уведомление деген бар. Соған басасыздар. Яғни бұл жерде уведомление деген болады. Уведомление, ол соған басасыздар. Достар, осы жерде сіздерге ненің сайттың атынан нелер келіп тұрады, осындай сообщениелер келіп тұрады. Бірақ мына жерде верификация деген болады достар, қараңыздар. Көрдіңіздер ма? Осы жерде верификация деген болады, соны басасыздар, және осы жерге сіздер өзіңіздеріңіздің нөмірлерін жазасыздар. Ешқандай плюс қоюдың керегі жоқ. Жаңа болады ғой, международный форматта дейді ғой, международный форматта плюс қойып арна жазу керек. 8-ді қосып жазбаңыздар, бізде 8-7 бір нәрсе деп келеді ғой. Бірақ бұл жерде алдына 7-ні қойсаңыздар жетеді. Мысалы сіздің нөміріңіз 8771 деген сияқты болса, 7771 болып кетеді та. Солай достар. Мен осылай жасайсыздар. Осы жерден верификация өтесіздер достар. Яғни осы жерге нөмірін жазасыз, сізге телефоныңызға код келеді, сол кодты осы жерге жазып верификациядан өтесіздер. Ешқандай қиындығы жоқ деп ойлаймын ол жағынан. Өйткені верификациядан өткендеріңіз өздеріңізге жақсы достар. Сонымен құрметті көрермендер,
каналымның подписчиктері. Енді қалай ақша табуға өтетін болсақ, бұл жерде достар заданиялар болады. Сол заданияның үстін басамыз. Қатып жатыр. Мысалы менде заданиялар қазір уже міне барлығы шығып тұр. Яғни TikTok, Instagram барлығында мысалы менде заданияларым бәрі шығып тұр міне. Енді Telegram бар мысалы. Бірақ енді менде VK бір образбен әйтеуір жасамай тұр, енді ана алдағы уақытта жасап алам деген ойдам. Не суть. Достар, енді бұл жерде сіздерге қалай тіркеу керектігін айтып жіберейін. Мысалы менде лайки тіркелмеген, мысалы. Лайк деген приложение бар ғой. TikTokқа ұқсайтын лайк деген приложение бар. Ол жайлы білесіздер деген ойдамын. Сол сіздерде лайк болса егер плеймарктен әрине. Сонымен достар, мен лайк приложениесін бастым. Шамалы долго басылып қалды. Бастым. Енді біз сол лайкиге мен сіздерге көрсетемін қалай тіркелу керектігін наглядно көрсететін болам. Және достар, TikTok болсын, Instagram болсын, VK болсын, барлығы дәл осылай, енді осыған ұқсайды. Instagram мен TikTok дәл осылай айнымайды. Енді VK мен Telegramда шамалы өзгешелік бар, бірақ барлығы ол жерде де осыған ұқсайды достар. Сонымен мұқият қараңыздар, детальдарды өткізіп алмаңыздар, себебі дұрыс тіркелмей қалсаңыздар сіздерге задание келмей қалады, және де ақша таба алмайсыздар содан кейін. Сонымен бірінші біз привязать профиль лайки деген басамыз. Айтқанымдай TikTokта да дәл осылай, барлығы осылай. Сонымен достар, маған көрдіңіздер ғой, бағана басқаша еді, енді осыдан да басқаша маған скриншот жіберіп отыр, ссылка. Жаңа айтқанымдай, лайки немесе TikTok болсын, Instagram приложениеге өтіңізде, профиліңізде редактировать деген болады. Сол жерде ACB дегенге осы фразаны жазу керек, осы сөзді. Яғни үстін бассаңыз осыны копировать етіледі. Осыны копировать етесіз, және де өзіңіздің профиліңізге лайкиге өтесіз. Лайки болсын, TikTok болсын, жаңа Instagram болсын. Сөйтесіздерде осы жерде профиль деген болады. Мен енді көп білмеймін. Редактировать. Профилге өтеміз, редактировать деген басамыз. Осы жерде ACB деген тұр міне. Осы жерге қоямыз да, осыны темізде ставить дейміз. Болды. Подтвердить басамыз. Осыдан кейін міне сохранение кетті. Ссылкасын жібереміз. Значит, копировать-нан басасыз. TikTokта да дәл осылай, енді Instagramда басқаша. Instagramды YouTube'дан қараңыздар, қалай скопировать ету керек ссылканы. Ол жерде барлығы айтылады. TikTok дәл осылай, скопировать деген басамыз, ссылка. Осы ссылканы аламыз да, мына жерге екінші пунктіге қоямыз. Еді аптамызда көре жатамыз. Авторизация етілді, міне подтверждение келді. Осы сіздікі ма деп жатыр, менікі деп жатырмын. Сонымен шетке птичка қоямыз, екеуіне де птичка қоясыз, және де привязать деген болады, соны басасыз. Қараңыздар, әлі біткен жоқ. Для получения задания лайки требуется указать данные вашей страницы дейді. Осыны басасыз, указать данные дегенде. Город дейді, яғни городыңызды жазыңыз. Бұл жерде өзіңіздің тұратын жеріңізді жазыңыздар. Мен Қызылордада тұрам, сондықтан Қызылорда деп жазамыз. Қызылординская область. Сонымен сохранить басасыз. Данные успешно сохранены. Сонымен достар, қараңыздар. Для завершения авторизации вам необходимо удалить фразу. Жаңағы сөзіңізді лайкиден өшіріп тастауыңыз керек. Қараңыздар. Келесіз, қайттан кіресіз, ACB-ге кіресіз. Осыны аласыз да, олай өшіріп тастайсыз, подтвердить басасыз. Осылай шығып кетесіз. Мен өзі негізі лайкиге отырмаймын. Сондықтан енді көп біле бермеймін. Сонымен өшірдік. Шамалы 5 минут күтесіз, мынау кетіп қалу керек. Окончание авторизация деген. Немесе кетпейді. Бізге маңыздысы әрине мына заданиелер. Достар, мен екі задание бар екен. Екеуі подписчик, екеуі де подписаться ету керек біреуге. Біреуі Диана Мити дейді, біреуі Крис К дейді. Сонымен достар, мынаның ақшанысын басамыз. Қалай орындау керектігін үйретіп жатырмыз сұрағанда достар. Оп оңай, жаңағы үстін басасыз. Подписаться етесіз. Есть контакт. Сонымен мынаны басасыз, қызылды. Сонымен шамалы күте тұрасыз. Негізі күйде, көрдіңіздер ғой. Сосын нарушение етпеңіздер ешқандай. Яғни жаңа подписаться еттіңіз ба, қалай берсін, сондықтан да фейк аккаунттар ашып алыңыздар, ішін шамалы толтырыңыздар. Өйткені жаңа фейк аккаунттарыңызды жаңа заблокировать етіп тастауы мүмкін, яғни фейк аккаунттар деп ше. Сондықтан да сол жағына мән беріңіздер. Міне жаңағына үстін басып отыр міне. Қазір өзі лақтырады осы жаққа.
мен подписаться етемін. Мен бұл қызды вообще танымаймын, вообще қарамаймын да. Сонымен мынаны басасыз. Қазір келу керек, задание выполнено деп. Не достар, задание выполнено дейді. Яғни өте оңай. Көрдіңіздер ма, менің рубльдерім бәрі толып жатыр. Мен 35 болды уже. Енді біз қараңыздар, осылай орындалады заданиялардың бәрі. TikTokта осылай, дәл осылай қосылады. Жаңа мен сіздерге қалай көрсеттім, дәл солай қосылады. Instagramда дәл солай қосылады. Міне бұл жерде де подписчиктер бар екен, міне қараңыздар. Мынаның үстін басасыз, өзі жібереді. Міне подписаться етесіз, қайтадан бүйтіп шығасыз да, бүйтіп кіріп, мынаны басасыз. Міне болды, көрдіңіз бе? Момент қой, момент. Тек момент. Деп тұр, міне подписаться. Көрдіңіздер ма? Көбінесе момент болады осылай. Тиіс подписаться. Міне көрдіңіздер ма? Оңай да, подписаться етесіз, дым уақыт кетпейді. Әсіресе подписка мен жаңағы лайк оңай да. Лайк пен подписка жиналып қалған екен осы жерде, мына қараңыздар. Өте оңай, тиіс істеп сөйстер да өйстіп. Телефондарыңыздың несі қатпайтын болса, тіпті жақсы да. Осы тұрғанда мен шамалы тупить етіп жатыр телефон. Загрузкіден ба, әлде түсіріп жатқан. Мысалы, нәрсе просмотр история деген бар. Олар енді былай болады. Бір история қарауыңыз керек. Және без ручного перемотка жасамайсыз, короче. Перейти к заданию деген басасыз. Өзі жібереді. Ешқандай ештеңе баспаңыз. Дәл осылай тұрсын. Өзі жібереді. Мынаны басасыз, посмотреть дегенде. Посмотреть деген басасыз. Өзі вообще тиіспеңіздер қолыңызды. Өзі бүйтіп шығады ғой. Бір ғана история көресіз. Егер бір история көр десе, бір ғана история көресіз. Ал енді барлығын көріп шық десең, барлығын көріп шығасың. Және осын басасыз міне. Болды. Осылай орындалады достар. TikTokта дәл осындай. Және де сіздерге бір не айтып жіберейін. Лайфхак десе де болады. Репост жасау керек қой, мысалы TikTokта. Сен репост жасауың керек та. Осын басасыз міне. Көбінесе репостта бұл да. Поделиться етуіңіз керек қой бұл жерде. Перейти к заданию деген басасыз, TikTokқа өтесіз міне. TikTokқа өткеннен кейін ешқандай лайк баспайсыздар достар. Мені басып қойыңыздар, қатып қалсын. Қарамаңыздар, сен кіріп келесіздер. Вирус қой, короче айтқанда. Кіріп төбеге көтере бересіз, қарай бересіз, сонымен қалады жұмысың сен. Қарайын десеңіздер, қараңыздар, егер іштеріңіз пісіп кетеді ғой, мысалы. Енді ол қарап отыра бергеннен кейін. Достар, ешқандай лайк баспайсыз, комментарий жазбайсыз, ешқандай подписка жасамайсыз, достар. Бұл неде андай запрещено дейді ғой, яғни жасауыңызға болмайды. Егер жасаған болсаңыз, сіз жасайтын болсаңыз, сіз ана нені бұзған боласыз да, правиланы бұзған боласыз, және сол 30-дан асып кететін болса, сіздің правила бұзғаныңыз сізді заблокировать етеді. Сондықтан достар, нені жаса дейді, соны жасаңыз. Яғни лайк бас дейді ма, лайк басыңыз, подписка жаса дейді ма, подписка жасаңыз. Басқа ештеңе жасамаңыз. Мысалы бізде репост деп тұр. Репост деген әрине мына репост деген осы. Достар, қараңыздар, бұл жерде барлығы оңай, қараңыздар. Сіз ешкімге ештеңе жібермеңіздер да. Қараңыздар, ешкімге ештеңе жібермейсіз. Тек аласыз да, прочині басыңыз да, бірінші прочині басыңыз. Сөйтіңізден әшітте телеграм болады ғой, мысалы, телеграм болсын, не болсын. Әшейін кіріңіз, ешкімге ешкеңе жібердің қажет жоқ. Әшейін кіріңіз де шыға салыңыз бүйтіп. Негізі барлығы оңай, ешқандай қиындық жоқ. Әрине көп ұстап қалмаңыздар, көп. Мен сіздерге көп түсіндіріп қалдым да, жаңа TikTokта тұрған кезде, сондықтан шамалы заторможить етіп қалды да өзі. Бірақ задание орындалып тұр. Сонымен жаңағыдай ғой, репост жасаған кезде ешкімге ештеңе жібермей-ақ қойыңыз. Прочині басыңыз, WhatsAppты басып жіберіңіз, қайтадан шығып кетіңіз. Ана досыңызға жіберіп, сообщениені өшіріп, өйтіп жүрген керегі жоқ. Солай алдап кетуге болады, енді алдаған емес. Солай енді ақша табуға тезірек болады да, уақытыңыз эконом жасайсыз. Сонымен достар, барлығы түсінікті деп ойлаймын. Басқа түсініксіз жерлер болатын болса, сұраңыздар комментарийға, мен жауап беретін болам. Енді ақшаны қалай шығару керек, немесе ақшаны қалай толтыруға келген кезде вывестиді басасыз. Достар, вывести басасыздар. Менде осы тұрғанда 11 рубль бар екен. Минимальная сумма 30 рубль, яғни 30 рубль 250 теңге 300 теңгедей. Сонымен достар, бұл жерде WebMoney деген бар, немесе телефонға шығаруға болады, Яндекс деньги, Kiwi кошелек, как всегда, және де Payeer менің любимчигім. Сонымен Payeerға мен шығаратын болам негізі, бірақ енді 50 толған кезде сіздерге шығарып көрсететін боламын достар. Сонымен подписчик, лайк немесе просмотр жинау үшін бұл жерде біз қиналмаймыз да. Егер керек болса сіздерге, мысалы Инстаграмда лайк үстін басасыз, болмаса накрутка деген бар екен, подписчиктер деген керек болатын болса, мысалы подписчикке керек. Сізге енді көп нәрсе, любой нәрсе керек қой, мысалы сізге лайк керек болуы мүмкін, комментарий керек болуы мүмкін, енді подписчик дегенді таңдайық.
сонымен подписчикті басасыз, үстін ссылкаңызды жібересіз профиліңізге. Айтып отырмын ғой, профилдағы копировать ету үшін ссылканы жағы ютубтан қараңыздар, дұрыстап қалай істеу керектігін білсеңіздер тіпті жақсы. Осы жерге ставить етесіздер, соны басқа біреудікін салып жібермеңіздер, ақшаларыңыз далаға кетеді. Сосын названиені басасыз, названияға подписка деп ба нәрсе жазыңыз да, подписаться ету керек деп. Папкаға енді бұл жерге создать етсеңіз болады, папка тіпті, немесе создавать етпей ақ қойыңыз, без папка жібере беріңіз. Және де бір исполнениеге 0,5 неден келеді екен бұл жерде. Көрдіңіздер ма достар, өйстіп инстаграмыңызды, вкңызды немесе тиктогыңызды алда қарай жылжыта аласыз, яғни лайк жинайсыз, подписчик жинайсыз деген сияқты. Ол үшін ақша салсаңыз да болады, мысалы 100 рубль деп жатыр ғой мен. 100 рубль салсаңыз болады. Мысалы бонустар бар екен бұл жерде. 2000 рубльден аса салатын болсаңыз, сізге 200 рубль көмек деппін ғой. 200 рубль неге подаркке беріледі деген сияқты. Сонымен достар, бұл жерде барлығы түсінікті деп ойлаймын. Ешқандай қиындық жоқ орындауда. Енді реферал шақырсаңыздар болады, мысалы. Рефералный ссылкаларыңыз бар, скопировать етесіздер, өздеріңіз достарыңызға жіберіңіздер достар. Сонымен осылай ақша табуға болады. Тағы да түсініксіз жерлерден болатын болса, маған жазыңыздар, мен жауап беретін боламын, қуана. Сонымен роликтің соңына да келіп жеттік. Құрметті каналымның подписчиктері, көрермендер, сонымен видеоның басында айтқанымдай, біз конкурс өткізетін боламыз. Менің ол личный конкурсым, яғни ақшалай сыйлықтар болады. Әрине оның өзінің шарттары болады, сіздер ол шарттарды орындау керексіздер. Сіздердің жеңуге деген жағдай мүмкіндіктеріңіз өте көп, себебі менің подписчиктер өте көп емес. Сондықтан да өздеріңіздің бақтарыңызды сынап көріңіздер. Мүмкін сіз болып қалуыңыз мүмкін, ол ақшаны жеңіп алатын. Ол жерде жатқан ақша жоқ қой қазір. Еще қазір өте қиын заман болғандықтан любой адамға ақша керек. Дұрыс па достар? Сонымен мен енді ол жайлы қатты толық айтпаймын, себебі ол жайлы ролик созылып кететін болады. Бірінші және екінші, ол жайлы мен тағы да видео шығаратын боламын арнайы. Және сол видеоны күтіңіздер, каналда болады, колокольчик басуды ұмытпаңыздар. Және де ескере кететін жайт, шарттарды айтып өтейін. Үстінен өтіп шығайын енді жеңіл-желпі. Бірақ енді видеода толық айтылатын болады. Бірінші шарт ол, каналда активный болуыңыз керек. Активисті болуыңыз керек, яғни сіз каналда шыққан видеоларды көруіңіз керек, тұрақты көрермені болуыңыз керек. Подписка, лайк басып, дегендей лайк басып, және де комментарий жазып, солай активный қимыл әрекет жасауыңыз керек, яғни ютубта әрине. Сонымен достар, басты шарттар осы, және де тағы бір маңызды шарт бар. Оны мен сіздерге келесі шығатын видеода айтатын боламын. Сондықтан достар, оған дейін каналдың, яғни конкурстың маңызды шарттарының бірін орындап қойыңыздар, яғни подписка жасаңыздар бірінші очередте. Өйткені бұл біздің каналымыздың, конкурсымыздың басты шарттарының бірі болғандықтан, соны жасап қоя беріңіздер осы бастан. Өйткені келесі видеоға дайын боласыздар қайта. Сонымен достар, роликтің де соңына келіп жеттік. Әрине сіздерден видео ұнаған болса, лайк, подписка жасаңыздар. Әрине видеоның ссылкасы описаниеда қалдырамын. Сол ссылка арқылы өтіп, тіркеліп, достар, аман сау болыңыздар. Келесі кездескенше.